Кайырлы күн жакшыларым. Бүгүн сиздермен балык этинен өтө даамдуу тиске басар дайындайтын боламыз. Ал сиздер каналга тиркелип, лайк басып, комментарий жазып отуруңуздар. Балаларга немесе конак келгенде тиске басар ретинде сунсаңыз болот. Ол үчүн балык сататын дүкендерден көксеркенин сүйөксүз этин аламыз. Филе судака. Әр бөлікті жеке-жеке тексеріп, кеткен сүйегі қабығынан тазартып отырамыз. Менің балаларым кішкентай болғандықтан өте мұқият тексеретін боламын. Балық етінің бөгде иісі болмау керек, және де балғын болғаны өте жақсы. Бұндай балық чипсы, кириешки, картошка фри орнын алмастыра алады. Шамамен жарты килограмм балық еті бізге жеткілікті болады. Абден тазалап болғасын, салқын сумен бір шайып аламын. Суы сорғығасын әр бөлікті осылай жіңішке етіп кесіп аламыз. Егер осылай мен сияқты жіңішке қылдырып кессеңіз, ол 4 минутта пісіп кетеді. Ал егер жуан қылдырып жазсаңыз, онда ұзағырақ қуыратын боласыз. Турап болғасын, тұз, қара бұрыш салып, жақсылап араластырып қоямыз. Осы кезде тұз бен қара бұрышты өте көп салмаңыз. Қазір бір пісіріп көргеннен кейін тағы да жетпей жатса үстінен қосуға болады. Егер балықты тек балаларға емес үлкендерге де жасап жатсаңыз, үстінен ащы қызыл бұрыш, ащы дәмдеуіштер қосуға да болады. Тұз бен бұрыштың барлық жеріне тиюін қадағалап, мұқият араластырып аламыз. Кейін шұңғыл ыдысқа сұйық майды құйып, астын қыздырамыз. Тағы бір ыдысқа ұнды салып қоямыз, және де бір бос ыдыс қажет болады. Балықты ұнға шылап, кейін бос ыдысқа салып, артық ұнын сілкіп түсіреміз. Егер сізге сыртында ұны көп болып тұрған ұнайтын болса, онда бір жұмыртқаны жарып, соған ұнға салғаннан кейін сол жұмыртқаға салып, содан қайта ұнға салып қуырсаңыз болады. Майымыз әбден қызғасын, балығымызды салып, шанышқымен араластырып отырып, шамамен 4 минуттай пісіреміз. Піскен кезде балығымыз әдемі сарғыш түске енеді, және де қытырлақ болып тұрады. Әбден піскен кезде түрі шамамен осы видеодағыдай болады. Осы пісірген балығымыздың дәмін көріп, тұзы бұрышы жеткілікті ме, сол жағын байқап алыңыз. Жетпесе қосып, араластырып, тағы да дәл солай пісіріп аламыз. Барлық балықты бірден ұнға салуға болмайды, себебі түгел бір-біріне жабысып қалып, дұрыс піспей қалуы мүмкін. Осылай бауырсақты пісірген қызып, тез-тез пісіріп аламыз. Сізге бір өтініш айтайын деп тұрмын. Мен балықты қуырып біткенше, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, біздің каналға жазылып отырыңыз. Мен қуырып болғанша әдеттегідей балаларым тең жартысын жеп қойды. Ал мен сіздерге қалғанын көрсетіп отырмын. Өте дәмді, керемет, әркімнің көңілінен шығатын тіске басарымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыз.